Саламатсыздар ма? Достарым деймін бе, ағайындар. Қазақстан халқы. Қазір қасыма Самат дейтін есімді жігіт келіп отыр. Мына жоға жақтан бәрін ендеп болдым, о жақтан бәрін көріп қойған шығарсыздар. Мен сіздерге бір бөлек жерді көрсетпекшімін. Бұл кісінің шағымы мынау сол жақтағы аяқ үйіттен ма? Сол жақтағы аяғы табаны үйді жыбырлайды дейді. Основном проблема қаяқтан келіп шығатынын көрсетейін деп жатырмын. Мына жерде бел омыртқасында естеріңізде болсын, 3-ші, 4-ші, 5-ші бел омыртқа ол аяққа дәл қатысатын омыртқалар. И қосымша бұл кісіде 8 көзбен жамбас сүйегі, орысша айтқанда подвздошный таз деп айтады. Мына подвздошный таз 8 көздің үстіне қарай аз ғана бетіп көтеріліп қалған. Осы көтерілгеннен кейін мына жерде постоянный боль болады. Адамдар массажға барады, укол алады, ине салдырады, анау алады, мынау алады, ол әдемі. Әңгіме жоқ, әдемі, бәрінің пайдасы бар. Бірақ естеріңізде болсын, мынау жамбас болса, мынау 8 көз болса, мынау жамбас 8 көздің үстінен былай шығып, осылай қатып қалады дағын, арадағы түгел мына жаққа қарай, аяққа қарай өтетін нервтердің бәрі қысылып қалады. Сол қысылып тұра берген екен, қан дұрыс айналмағаннан кейін мына жерде қан дұрыс пайда болады, тұз жиналады, воспаление жиналады. Естеріңізде болсын, қан айналып шеңбері бұзылған жерде әр уақытта воспаление жиналады. Сондықтан қарап тұрыңыздар, міне боль қалай беріп жатыр. Аңғара, азамат? Мына боль. Мына осылай сопроводиться, астына деймін, мына сызық, мына сызық, больмен сопроводить етіп жатыр. Енді қараңыз, мына сау жамбас. Сау жамбаста барлық күшімен басып жатырмын. Бар ма ауру? Жоқ, дым жоқ. Мына ауру. Міне, ұстатпайды. Түсіндіңіздер ме? Қазір Алла қаласа осы жерді емдейтін боламын. Жақсылап қарап отырыңыздар. Бұны тек сіздер үшін түсіріп жатырмын. Сіздер үшін маған керек жоқ бұл. Араларыңызда енді жаңа құлап, бұл келіп шығу себебі көп адам жазады, бұл неден болады дейді. Көбінесе жамбаспен құлағаннан болады ер кісілерде. Бұл ер кісі ғой енді, бұл бала босанбайды. Ер кісілерде жамбаспен қатты түскен болса жерге, аварияға жоққан болса, ДТП-ға. Әйел кісілерде то же самое құлағаннан болады, и плюс босанып жатқан кезде жылжиды әйел кісілерде. Или болмаса босанғаннан кейін дұрыс күтінбесе де жылжып кетеді. Сөйтеді дағы қатып қалады. Ал қарап отырыңыздар енді. Деніңіз бос ұстаңыз. Адамдар айтады, бұл ұруға бар ма, анау бар, мынау бар. 5 қол бәрі бірдей емес. Костоправтында костоправ болады, бәріне топырақ шашпаймыз. Дәл стоматолог сияқты бұл да. Мысалы, стоматолог. Бір стоматолог бар, тісіңді нормальный емдеп береді. Бір стоматолог бар, дым істемейді. Салған пломбасы бір аптадан түсіп қалады. Дұрыс па? Бір стоматолог бар, тісіңді маржан қылып беретін стоматологтар бар. Бұл да костоправтық мамандық да дәл сол сияқты. Бос. Жақсысын тапсаң емделесің, жақсысын таппасаң жүресің. Маңырап. Бос. Сосын кім жаман? Костоправтың бәрі жаман дейді. Бос. Просто әдемдеп орнына салу керек. Сосын қайтып отырсаң тұрамай қаласың, дұрыс па? Көп отырсаң тұрамай қаласың. Мына фон соған қатысады. Самат денен болсын істейміз. Мынаны жас қыздар көреді, ұят болады. Көрді берсің. Бос. Маған П сағаншы дегендей болдың ғой. Бос. Все, молодец. Бұл қазір салып атқан себебі бұл неше жылдық омыртқа қатып қалған, қатып сіресіп қалған. Бұлай ойлаңыздар, анау болт бар ма, бұрайтын болт. Бір жерде су тиіп тұра берсе, ана болт қатып қала ма, омыртқада, жамбаста дәл сондай болып қалады, дұрыс тұрмаса. Біз қазір сол болттарды босатып майлап атырық.
Әдемдеп орнына қойғаннан кейін бұның барлығы басылады сосын. Кән босаймыз. Все. Самыт, сабыр қыл. Мені қолы қоймайды. А? Бел кішкене қиындау кетіп жатыр ма? Иә. Мен бекерге видеоға алып жатқан жоқпын бұл жерде. Мына жағым нормально еді. Ешкім шыдамайды. Бос. Сен қазір шыда. Сосын бітеді. Так, денем бәрін бос тастаймыз. Так, омыртқалар бәрі орнына келді қазір. Жақсылап қарап отырыңыздар. Достарыңыз, мазаланатын адамдарыңыз болса, осы видеоны әрине қиын болмаса лайк басып, жақындарыңызға, өздеріңізге жақын адамдарға жіберіп қойсаңыздар болады. Шымкент қаласындамыз. Бос. Денем бос тастаймыз. Бол, сабыр қойын да. Босаймыз. Қарындас жақсылап емдесемші мына белінше, еді үйленем деп шығуы мүмкін. Жартылай қалдырайын ба? Қалдырма. Кән, бісміллә. Бос. Все, молодец. Все. Так, мынаны аламыз, жастықты. Жастықты алайық. Қайттан жатамыз. Так, мына жерде ем бітті. Қараңыздар. Самат. Так, мұнан бәрі орнына келді. Самат қара. Барлық күшіммен үстіне шығып басып атам. Бар ма орын? Жоқ. Қалай? Жоқ. Қалай? Жоқ. Көрдіңіздер ма? Дым ауру жоқ. Жаңа мына жерде ойбай деп жатқан адам. Мына орнына келді. Омыртқа орнына келді. Емнен кейін 15-20 күн ауыр зат көтермей күтінеміз. Болды, осы 20 күннің ішінде мен салған орында қатып қалса, все болды, одан кейін сіз мазалмайтын болады. Бағана мына жерін қараймын. Бар ма орын? Жоқ. Видеоға бұл жер түсірмедік негізі. Ал, ем болсын бауырым. Рахмет, Алла разы болсын. Жақсы.